жаңа толқынның көрермендері. Бүгін бізде қонақта Есен Жасұлан. Ыбырай ұлттық мектебінің 23-24 оқу жылының түлегі. ОБТ-дан 138 балл иегері. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Көргенге қуаныштымын. Рахмет. Сізге де рахмет келгеніңіз үшін. ОБТ сізге не берді, Жасұлан? Өміріңізді қалай өзгертті? Миллион теңге берді. ОБТ маған бұйыртса жоғары оқу орнында грантпен оқуға мүмкіндік береді. Құдай қаласа. Одан бөлек жалпы көпшілікке танылып жатырмын, шүкір. Жақсы. Сондай. Және айтып өткендей, миллион теңге мектептің атынан қуаныштымын. Ол да бір мотивация дейсіз. Мотивация, үлкен мотивация болды. Ол туралы әлде де айтып өтеміз. Жалпы ОБТ бұл қалай ойлайсыз, оқушы үшін стресс пе, әлде өзін-өзі дамыту үшін серпіліс пе? Не ол? Сіз үшін қайсысы ол? Мен үшін жаңа әлгінде серпіліске, дамуға бір итермелейтін күш, бірақ оған қалай қарағаныңа байланысты. Көпшілік оны сынақ деп қарайды, бір қорқыныш деп. Меніңше олай емес сияқты. ОБТ ол мүмкіндік деп қарау керек. Оны пайдалана алған адам күшті жетістіктерге жетеді, армандаған оқуына түседі. Көпшілігі оны сынақ деп қорқады, бірақ ол дұрыс емес сияқты. Жаңағы әлінде. Демек, сіз оны мүмкіндік деп қабылдадыңыз. Мүмкіндік деп қараймын. Өйткені ол маған осындай бір керемет нәрселер сыйлап жатыр. Бір жағынан ата-анамның разылығы бар, оның үшін ең үлкен бір алған сыйлықтарымның бірі. Сіз үшін серпіліс болды? Мен үшін үлкен серпіліс болды. Қуаныштымын. Жалпы ОБТ-ға дайындалып жатқан оқушының бойында қандай құндылықтар, қандай қасиеттер болу керек? Мысалы, бірінші жауапкершілік деп бастайтын болсақ, соны әрі қарай қалай жалғастырар едіңіз? ОБТ-ға дайындалып жатқан оқушы ең алдымен қайда бара жатқанын білу керек. Нақты, нақты мақсаты болу керек. Маған осындай нәрсе керек, мен осындай адам болғым келеді деген. Сол бір мақсатына жетуге ынта болу керек іштей. Ол сезіну керек ол нәрсені жауапкершілікпен. Содан кейін жаймендеп еңбек етеді, тұрақтылықпен, жаңағыдай аз-аздан үздіксіз еңбек ету керек. Сонда бұйырса жетеді мақсатына. Демек, еңбек ете алу, және оны тұрақты ұстап қалу. Ең маңызды осы екі нәрсе. Өте жақсы. Демек, есімізде бұл нәрсе қалу керек. Жалпы 138 баллы, 138 ұпайы бұған жету қиын ба? Сіз қалай жеттіңіз? Не әсер етті? Оңай деп айта алмаймын. Қиын. Бұл балға жетуіме себепкер болған ұстаздарым осы уақытқа дейін білімдеріме сусындап дейінші. Қанша тәрбиесін берген, білімін берген ұстаздарыма алғысым шексіз. Бұрынғы мектептерімде осы Қай мектеп? 15-ші мектепте оқыдым, Ыбырай мектебіне дейін. Сол мектепте Жанқия, Гүлсара деген сондай мықты мамандардың, сол кісілердің оқушысы болдым. Сол кісілер база қалыптастырып берді. Ыбырай мектебіне келіп, Данабекұлы, Орынбек, Мұстафа Нұрхан деген кісілер осы 50 балға жеткізді деп айтайыншы. Сол кісілер арғай шыңдау шегіне дамытып берді ғой. Осы кісілердің арқасында жетті. Яғни 15-ші мектепте жинаған біліміңізді әрі қарай оған 50 балл қосуға көмектесті, 50 балға жеткізуге көмектесті. Демек, сонда сіз осы жерде нақтырақ айтып жіберсеңіз. ОБТ-да жалпы әр пәнде 50 балдан болады ғой. Егер сол жақтағы базаммен келсем, мен 25 ұпай жинадым деп айтайыншы. 25 ұпайды жинауға болады жаңағы базамен. Бірақ қос мектепте шыңдалған білімнің арқасында 50 балға жетіп отырмын, шүкір. Өте жақсы. Жақсы. Енді келесі сұрақ, жалпы 24 сағаттың қанша уақытын сіз дайындыққа арнадыңыз? 24 сағаттың өтірік айтпай қойын, 8-9 сағаты ұйқыға кетеді. Ол мен үшін ұйқы маңызды. Болу керек. Ұйқы болу керек, Сапалы ұйқы. Әйтпесе стресстен арыламай қиналып кетесің. Ұйқы маңызды. 8 сағатты 9 сағат ұйқыға кетсе, 16 сағат, оның 2-3 сағаты дейін тамақ ішуге, былайынша просто отыруға кетеді. 13 сағат. Бізде таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін болады сабақ. Соның арасында 1 сағат үзіліс болады. Күнде осы мектепте жүргенімнің, осы жерде жүріп дайындалғанымның өзі жетті. Таңғы 9-дан 12-ке дейін мектеп программасын өтеміз. Артынша кешкі 5-ке дейін ОБТ-ға дайындық, ментормен жұмыс, жеке даму деген істердің барлығын осы жақта қамтыдық.
сол дайындық маған жеткілікті болды. Және үйге барып үй тапсырмасын орындап кішкене 1-2 сағат дайындалғанның өзі жетіп жатыр. Сол да жеткілікті. Шын мәнісінде соның өзі жеткілікті болды ма? Жалпы болады енді. Өзіндік қандай бір лайфхактарыңыз болды сіздің? Менің лайфхак. Немесе уақытты басқаруға байланысты бір құпияларыңыз бар ма? Немесе дайындыққа байланысты, есте сақтау қабілетін арттыруға байланысты құпияларыңыз бар ма? Дайындық кезінде мен помодоро деген әдісті қолдандым. Ол әдіс жарты сағатта продуктивны, бір эффективный жұмыс жасауға арналған. Иә, былай. Телефонда таймер қосып қоясың 25 минутқа. Барлығынан үзілесің. Еш нәрсеге алаңдамауың керек. Телефон дауысын басып тастайсың, үйіңдегілерге мен сабақ оқып жатырмын деп өтініш айтасың. 25 минут қосып, ештеңеге алаңдамай, тек қана сабақ оқисың 25 минут. Полный. Таймер бітеді, 5 минутқа қоясың да демаласың. Су ішіп келесің, әжетханаға барасың, отырасың, кішкене телефон шықлайсың. 5 минут өткеннен кейін қайтадан 25 минутқа қойып, қайтадан оқисың. Тура солай 3-4 циклда 2 сағаттың ішінде көп жұмыс жасап тастауға болады. Көп оқушылар былай да сабаққа отырдым деген аты болады, бірақ отырғаннан сообщение келеді, кішкене қарай салайыншы деп отырады да TikTok көріп кеткен байқамай қалады, Instagram көрген байқамай қалады. Дұрыс айтасыз. Сол үшін бізге мұғалімде оқу жылының басында айтты, TikTok деген бірден өшіріп тастаңдар деп, бірден маған есімізде сақтаймыз. Өмірімде ең дұрыс шешімдердің бірі сол болды деп ойлаймын. TikTokты өшірдіңіз кәдімгідей. Инстаграмды белгілі бір уақытқа өшірдім. Бірден үзіп тастаған жоқпын. Өйткені ол жақта мұғалімдермен, бұрынғы таныстарыммен байланыс үзбеу керек болды. Инстаграмды рилс көруді тоқтаттым, барынша қолымнан келгенше. TikTokты мүлдем түбінен жұлып тастадым. Сол нәрсе уақыт үнемдеуге көп көмектесті. Сіздің құпияларыңыз осы. Сіз айтқан техниканы да көрермендер тиімді қолдана білуіміз керек. Есімізде сақтаймыз. Жақсы. Демек, осы дайындық барысында сізді жалқаулық, еріншектік биледі ме? Болады. Бола ма? Кейде былайынан отырасың да, шаршап кетесің, істегің келмей қалады. Жата тұрайыншы кішкене деген сияқты. Бірақ мақсатың, арманың ойыңа келеді ғой, мен осы үшін жұмыс істеп жатырмын ғой, маған ата-анамның разылығын алу керек, маған оқуға түсу керек, маған осындай бал керек деп мотивация жинап, қайтып тұрып кетіп, дальше оқи бересің барып. Сол нәрсені бір қайтып еске түсіріп алсаң. Демек, өз-өзіңізді реттеу арқылы сіз жалқаулықтан арылдыңыз, Ойыңды реттеу арқылы, жаңағындай мотивацияны не үшін жұмыс жасап жатқанын білу керек қой. Мен не үшін істеп жатырмын бұл нәрсені дегенге өзіңе жауап тапсаң, оңай болады. Керемет жауап, өте тамаша. Яғни сіз осы ұбт мен дисциплинаны бір-бірімен байланыстыру үшін сонымен сізге нақты не нәрсе көмектесті? Жаңа енді біз біраз нәрсені айттық, техникаларды айттық, уақытты басқаруға байланысты да техника жаңағы өте тиімді болады екен. Және еріншектіктен арылу жолында айттық, не үшін жұмыс жасау керек екенін білу керек деп отырсыз. Жалпы осының барлығы сізді тәртіпті болуға тәрбиеледі. Сонымен бірге тағы да не көмектесті сізге тәртіпті болуға, дисциплинаны ұстануға? ұбт-дан бөлек те бізге мұғалімдеріміз жеке даму деген нәрсені ұсынады. ұбт-мен шектеліп қалмаңдар, ол өмірдің соңы емес деген нәрселерді. Одан бөлек те бізге кітаптар ұсынады өздері, одан бөлек бір семинарлар, сондай осы жерде өтіледі соның бәрі. Сондай бір кішігірім тәрбие сағаттарын өтеді. Сол кісілердің былайша айтқан кезде тәрбиелейді ғой бізді. ұбт-дан бөлек те жеке тұлға, адам болып қалыптастыруға тырысады бізді. Сол бір нәрселері де мен былайша тәртіпті болуға, ойлануға, жалпы дүниені ойлануға, не үшін болып жатыр бұл нәрсе деген сияқты нәрселер ойыңды шыңдайды. Сіздерді психологиялық тұрғыда дайындайды. Өте жақсы. Демек, бұл нәрседе осы бір мектептің ерекшелігі болып тұр, сіздер үшін оны да айтып өту керек. Жақсы. Енді келесі сұрақ, жалпы сіздің ата-анаңыздың сіз үшін ықпалы қандай болды? Олар сізге қалай көмектесті? Ата-анамның ықпалы зор болды деп айтсам болады. Мысалы? Былайша айтайыншы, біздің үйде жаңағындай сөзбен айту қалыпты жағдай емес. Көремін деген сөздер көп айтылмайды, бірақ іспен жасалады ол нәрселер көбіне. Мысалы, бұрындары сабаққа өзіміз қатынайтынбыз автобуспен, бірақ осы 11-ші сыныпта әкем мені қолдан келгенше көлікпен тасуға тырысты. Үнемі күнде азанда томып қалмасын деген сияқты
былайша айтқанда қамқорлық қой. Сөзбен айтпаса да оның ісінен көруге болады көп нәрсесін. Ақшалай қиналмасын осы 15 деп қолдан келгенше ақша аударып тұруға тырысты. Просто мен сұрамауға тырыстым, бірақ ол кісілер аударып тұруға тырысты да. Қаржылай қысым көрмесін осы деген сияқты. Киімдерімді барлығын ешкімне кең қылмады деп айта аламын, шүкір. Осындай бір көзбе көрінбесе де, бірақ дұрыстап қарасаң көрінетін қамқорлық жасады ғой. Сөзбен айтпаса да сондай бір көмегі тиді. Олар сізге сенім артты ма? Маған қатты сенді. Өте жақсы, өте тамаша. Демек, ата-аналар балаларыңызға сеніңіздер, иә? Оның өзі сізге қаншалықты әсер етті, қаншалықты дем берді? Былайша өзімен өзің ойланып отырған кезде, осы кісілер маған сеніп жатыр ғой, маған күнде көмегін беріп жатыр ғой. Үмітін ақтау керек маған, болмайды басқаша деген ойлар болады. Оқу керек болды деп. Фокус сонда қоямыз. Демек, ата-анаңыздың да қолдауы орасан зор болды. Өте үлкен болды. Ықпалы. Жақсы, сізге көп рахмет. Өте жақсы жауап беріп жатырсыз. Енді тағы да мынандай сұрақ, көбінесе сол ұбт болатын күні балаларда, оқушыларда қобалжу болады. Қанша дегенмен қорқыныш болады. Иә? Мен ата-анамның сенімін ақтай аламын ба, жоқ па? Мектептің сенімін ақтай аламын ба, жоқ па? Тиісті ұпайды жинақтай аламын ба, жоқ па деген сізде осындай қорқыныш болды ма? Иә, болады. Болды ма? Бірінші, екінші ұбт-ға кірер кезде бір күн бұрын біз азанға бір обедке дейін сабақ оқимыз, одан кейін кішкене жүруге тырысатынбыз. Ойды тынықтырып, достарымызбен серуендеп кешке жақын сондай нәрсені әдетке айналдырдық. ұбт-ға бір күн қалған кезде. Келесі күні азанда тұрып, жаңағындай ойлар жиды ғой, қорқып, кәдімгідей. Бірақ барынша алаңдауға тырыстым, ойды босатуға. Алаңдамауға. Басқа нәрсеге ой бөлуге тырыстым. Кішкене қайталамаңыздар, бірақ аниме көруге тырыстым. Бір сериясын көріп, просто ойымды басқа жаққа алып кетуге тырыстым да, бір демалып алуға. Одан кейін ойлай берсең болмайды дейсіз ол нәрсе. Мынандай нәрсе болды. Кеш түнге 10-ның кезінде ұйықтаймын, азында 4:30-да тұрып аламын. Неге екенін білмеймін. Өзіммен өзім 4:30-да тұрып ұйықтағым келді, ұйықтай алмадым. ұбт 8:30-да, сонымен 4 сағат бойы не істеймін деп ойладым да. Жаңағындай кішкене отырып аниме көрдім, таңғы ас істеп өзім ішіп алдым. Кішкене үйді реттестіріп, ойды бөліп стресстен арылып кішкене. Сосын 2 сағат қалған кезде жайменеп слив қарап, кішкене Қазақстан тарихын қайталап, формулаларды қайталап, солай бардым. Сосын барғаннан кейін де барынша оймен кірмеуге тырыстым, жаңағындай уайымдамауға, достарыммен әңгімелесіп кішкене әзілдесіп бір-бірімізбен дене босатуға тырыстық барынша. Кірер кезде солайынан асықпай кіріп, кіргеннен кейін деп отырып, қарап, мұғалімдерім кірер кезде мынандай нәрсені айтты. Я түсінемін, сенің бойыңда жауапкершілік бар, қанша уақыт дайындалғаның бар, ауыр болып тұрғанмен сен бәрін ұмытуға тырысты, саған үміт артып жатыр деген нәрсені кішкене ұмытта, просто жай мынандай дұға тілеп айтты. Кірер кезде, я Аллам, көрмей тұрған нәрсемді көрсете көр, естімей тұрған нәрсемді естірте көр, және қолым бармай тұрған нәрсеге қолымды жеткізе көр деген. Осы нәрсені айтып кірдір. Солайынан просто бір сәтке ойыңды босатта, нені білесің, соны белгілеп, өзіңе сенімді кір деді. Солайынан сол кісілердің айтқаны бойынша сол нәрсені қайталап кірдік. Шүкір, 138 деген балмен шықтық. Тамаша. Демек, осы бір қобалжу үстінде адам не істеу керек дейсіз? Ойын кішкене бөл, стресстен арылуға тырысу керек. Ойлай бергенмен пайда жоқ. Одан сайын кіріп кетеді, одан өзін жинақтай алмай қалады. Сондықтан да ойын бөлуге тырысу керек. Кетіп қалмау керек, бірақ какой-то мере бөлу керек қой. Сонымен сіз қандай мамандықты таңдап отырсыз? Менің мамандығым математика пәнінің мұғалімі. Мұғалім болғыңыз келеді? Мұғалім болғым келеді. Неліктен? Осы уақытқа дейін маған сабақ беріп келген мұғалімдеріме қарап мен қызығатынмын қатты. Бұрынғы мектебімде, қазіргі мектебімде барлық мұғалімдер менің көзімде бір алтын адам сияқты көрінетін ғой. Мұғалімдерге деген құрметіңіз зор екен, көп рахмет. Ол кісілердің жасап жатқан былай еңбегіне қарасаң, көп нәрсе істеп жатыр ғой оқушылар үшін. Көп оқушылар жаңа ұрысқан кезде, не алған кезде ренжиді мұғалімдеріне. Жаңа ұрыса береді бізге деген сияқты. Бірақ басқа жағынан қарасаң, ол кісілер жаңағындай ұрыспаса, босаңсып кетсең, былайша айтқан кезде режимің бұзылады, сабақтан үлгерімің нашарлайды. Ол кісілер сол нәрсені сені қылып қоймасын деген ниетпен жаңағындай
осы бала бір оқысыншы, осы білсінші деген оймен айтып жатыр да. Қаншама осы мектепке келген кезде мен жақынырақ таныстым сол нәрсемен. Өзімде жаңағындай лагерлер ұйымдастырып, сол кезде ментор болдық. Оқушыларға сабақтарға кіріп, мұғалім ретінде сабақ беріп көрдік. Сол кезде сезіне алдым да, мұғалімдік атмосфера, мұғалімдердің арасында отырып, ол кісілер бізді тартты, қатты жаңағындай орталарына қосып, бірге шай ішіп, бірге әңгімелесіп, сабақтан бөлек бірге жиналдық талай. Сол бір атмосфераны сезінген кезде маған қатты ұнады. Болды, мен мұғалім боламын деп сол кезде шештім. Сол кісілерге. Мұғалім болуға деген қызығушылығыңыз онан сайын арта түсті ғой, демек. Қуаныштымын. Жалпы сонымен ұбт-дан жоғары ұпай жинақтайтын оқушының ұстанымы қандай болу керек? Ұстанымы? Ережесі демесек те ұстанымы дейікші. Ол нәрсе оған не үшін қажет екен, мақсатын білу керек, не үшін жасап жатқан, кім болғысы келетінін білу керек, ең бастысы. Одан кейін тұрақты еңбек ету керек. Осы жалпы Ыбырай мектебінің ұстанымы сол аз-аздан үздіксіз. Сен мақұл 10 бет оқымай-ақ қой, бірақ 1-2 тақырыптан оқысаң да үздіксіз оқу керексің ол нәрсені. Бір күн қалдырмау керексің. Тек бір айына 1-2 рет дұрыс демалып тұру керек, кішкене ой бөліп, бірақ жаңағындай үздіксіз деген нәрсені қатаң ұстау керек. Мысалға анандай бірінші апта сен күн сайын бір-бір беттен, бір-бір тақырыптан оқып отырасың. Екінші апта кішкене қосасың, 2 тақырыптан оқып отырасың. Үшінші, төртінші апта солай аз-аздан қосып, кейін қалай едәуір тақырыптарды бір күнде оқып жатқанын білмей қаласың ғой. Сондай аз-аздан үздіксіз деген нәрсе, осы нәрсе. Сол нәрсе болу керек дайындалып жатқан оқушының бойында. Көп рахмет сізге. Енді біздің көрермендеріміз үшін бұл өте бір тиімді ақпарат болады деп есептеймін. Және де сіз де өзіңіздің қалаған мамандығыңыздың иесі болып, Қазақстанның дамуына, көркеюіне үлес қоса беріңіз. Біздің бағдарламамызға келгеніңіз үшін көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.